Сәлем достар, сіздермен Гүлім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін небәрі 5 минутта дайын болатын картошка пирожныйның рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: печенье, сгущенка, какао және де ерітілген сары май. Алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Печеньені блендермен ұсақтаймыз. Блендер болмаса, оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Ұсақталған печеньенің үстіне какао және де ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырамыз. Сары май жылы болуы керек. Артынан сгущенка құйып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте картошка формасын келтіреміз. Болмаса, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дөңгелек қылдырып та жасасаңыздар болады. Мен әсемдік ретінде үстіне какао ұнтағын сеуіп, оның үстіне грек жаңғағын қойдым. Бұл десертті әсіресе балалар өте жақсы көреді. Байқасаңыздар, десерттің дайындалуына небәрі 5 минут қана кетті. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазып, каналдың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар деймін. Сіздермен болған Гүлім, астарыңыз дәмді болсын.